Сонымен сіздің бастығыңыз ауысып кетті ғой, Бауке? Иә, ауысып кетті. Орнына Георгий Федорович Марченко деген кісі келді. Оны мен 3 ай істес болдым. Табанның бірі жоқ, тайғанақ, жалтақ кісі екен. Ондай кісіні мен бастығым болмақ тұрғай, Құдай болса да ұнатпаймын. Оның осындай қылығын көргенмен, тараның жүзіндей болып күн сайын жұқара бердім. Шымкенттегі осы күнгі атақты қорғасын заводы ол кезде жаңа салынып жатқан болатын. Bir күні Марченко мені сол заводтың финанс жағдайын тексеріп келуге жұмсады. Дабыл бар. Егер игерілмеген қаражат соншалықты көп болса, онда заводтың шөтін жауып тастау керек деді. Барып тексердім. Завод ақшаны ала берген, бірақ соның 10-нан 1-ін де игермеген. Сөйтіп, финансистердің тілімен айтқанда завод өлі капиталдың астында қалған. Факт жасадым. Сала-сала мен көрсеттім. Заводтың шөтін әзірге жаба тұру керек деп Марченкоға баяндадым. Ол қол қойды. Шөтінің жабылып қалғанын естіп, бір күні Марченкоға заводтың бас бухгалтері Белугин келді. Марченко мені шақырды. Өзі қол қойған документтерді қарап отырды да Марченко: шөттің жабылуы дұрыс деді. Белугин орнынан атып тұрды. Мынадай бір боқмұрын келіп, біздің шөтімізді жаба берсе, онда ол завод ешқашанда салынбайды деп айқайлады ол мені нұсқап. Содан соң Марченкоға зіркілдеді: қазір құрылыстың барлық жұмысы тоқтап тұр. Егер шөтімізді осы қазір қайтадан ашпасаңыз, мен сізді сотқа беремін. Марченконың көзі жыпылықтай бастады. Мен көз алдыма бұрынғы бастығым Дубовикті елестеттім. Дубовик болса қазір Белугиннің ақырған шақырғанына қарамастан, берілген қаржының белгілі проценті игерілгенше шөттарыңыз ашылмайды дер деп ойладым. Осы кезде Марченком: онда шөтті қайтадан ашайық деп қарап отыр. Ашты. Менің зығырданым қайнатты. Жұмыстан босатыңыз. Сіздің қол астыңызда қызмет істемеймін деп бастығыма дереу арыз жазып апарып бердім. Неге менің қол астымда істемейсің деді ол. Мемлекет мүддесін жүзеге асыруда принципсіздік көрсететін, арамағындағы адамдардың дұрыс ісін қорғай алмайтын бастықтың қарауында жұмыс істегенше қаңғып кетуді артық көремін. Жоқ, сен кетпейсің. Жоқ, мен кетемін, Георгий Федорович деп есікті тарс жауып шықтым да кеттім. Я, адалдық, арлылық, принциптілік сіздің қаныңызға сіңген қасиет екен-ау. Қан құрамында мәңгі өмір сүретін ақ қызыл түйіршіктер сияқты бұл қасиеттер сіздің жүрегіңізде мәңгі сақталып қалған ғой. Кей адамның жүрегінен бұл қасиеттер жойылып, жоғалып, өшіп кетіп жатады. Бірақ олар сонда да өмір сүріп жүре береді. Ал сіз осының біреуінен айырылған күні өлетін шығарсыз, Бауке, деп ойладым. Автор: апырай Бауке, мекеме басшысы жаман қызметкерінен құтыла алмай әлек болушы еді. Сіз жаман бастықтан өзіңіз қашып құтылады екенсіз ғой, Бауыржан. Тіпті өз солайды. Мінез деген басы қатты жүйрік қой қарағым. Әр адамның мінезі астындағы тұлпары. Оның ағынымен адамдар өмірден зымырап өтіп жатады ғой әйтеуір. Сонымен Марченконың есігін тарс еткізе жауып шықтыңыз да кеттіңіз бе? Кеттім. Ауыл жарықтықта жазық бар ма? Мұржасы қалқайып, есігі аңқайып, түзектен жаңа тұрған әлсіз анадай болып, қалтырай қуанып қарсы алды жаман баласын. Қабағым қатып үн-түнсіз кіріп келгенде үйдегілер үрпиісіп қалды. Қысқа-қысқа ғана тіл қатыстық. Амансың ба? Аманмын. Дені қарның сау ма? Сау. Өң неге келмей тұр? Орнымнан түстім. Өзің түстің бе? Өздері түсірді ме? Өзім. Неге? Анжақтыққа ыза болып. Жарайды. Артық айырлы болсын ендеше. Осымен сөз бітті. Туған жердің жазғы жібектей жұмсақ көгорай шалғының белуардан кешіп, көгіні аунап, жуалының жас гүлін иіскегеннен кейін жаным жай тауып, Марченкоға деген бойымдағы ашу-ыза бірте-бірте бу болып ұша бастады. Bir күні Мұңғылаққа Момышұлының атына Алматыдан соққан жұмбақ телеграмма сарт ете түсті. Оны естіген кішкентай ауыл қысық көзін кеңірек ашып елтете қалды. Телеграммада былай делініпті: «Приезжайте за наш счет для переговоров, Бархан». Жол шығыны бізден болсын, Алматыға кел, ақылдасайық деген сөз ғой бұл. Бұл сөзді жолдап отырған кім екен деп ынтықты ауыл. Бархан Борис Михайлович менің ең үлкен бастығым. Республикалық банктың меңгерушісі. Бархан мен не қылады? Жұмыстан шығып кеткен адамды жол қаражатын беріп шақырғанын естіп ойладым. Ойымды әкем айттым. Әкем ойшылық еді, бір нәрсені
түбегейлі ойласа артынан сол мәселе жайында нақыл сөздерді аузынан топ-тобымен ақтара салатын еді. Менің Марченкомен ұрсысып, жұмыстан шығып кеткенім жайында да Абзал әкем аз толған бапты. Оны сол телеграммаға байланысты айтқан ақылынан аңғардым. Шақырғанға бар, шалғанмен тірес, құлшынғанмен күрес, жығылсаң жер көтереді деді әкем. Бірақ оқынғаныңды айтпа, одан кейінгі ойланғаныңды айт. Заңды айтпа, азадан соңғы андыныңмен ақыласыңды жеткіз. Жақсының басынан дау көтпейді, жаманның басынан жау көтпейді. Тірі тұрғанда талай дауыңда жауыңда болады шырағым. Бар, бетіңнен жарылқасын. Алжығанда келген атақ абырой әпермейді. Атақ абыройыңды жас кезіңде қуғарағым. Әке сөзі көңілге демеуде, медеуде болды. Алматыға тартып кеттім. Вокзалдан түсе сала бірден Барханға бардым. Ұрсатын шығар деп, жас әтештей шақарланып, үрпиіңкіріп кіріп едім, бірақ Бархан ұрыспады. Тіпті сен неге қызметті тастап кетіп қалдың дегенде жоқ. Мен бір сол қызметті үзіліссіз істеп келе жатқандай сөйледі. Сізді ең жақсы қызметкеріміз ретінде жоғарылатсақ деген ой келіп еді, деді ол маған жайлап қана. Егер келісіміңізді берсеңіз, СССР өнеркәсіп банкінің республикалық басқармасына аға консультант етіп тағайындар едік те, бұдан бұлай бірге қызмет істер едік. Келісемін дедім мен, бірақ сізге қоятын бір-екі сауалым бар, Борис Михайлович. Тұра, деді Бархан. Біріншіден, маған неге ұрыспайсыз? Мен жұмыс тастап кеттім ғой. Бархан күлді. Ұрысуға адам әрқашанда үлгереді. Одан бұрын ұғысуды ойлау керек. Ал ұрысу қажет болса, кейін өзіңіздің тәртібіңізге шабан шалағайлық көрсетсеңіз, оған да қарап ұрыса да жатармыз. Бірақ ойлап қалмаңыз, мен сіздің желкеңізден түспей қояды екен деп. Алдымен адамның жақсылығын көру абзал. Бірінші сұрағыңызға қанағаттанарлық жауап алдым деп ойласаңыз, онда екінші сұрағыңызға көшіңіз. Менің әдірісімді қайдан алдыңыз? Оны сіздің үстіңізден шағым айтып, кеткен жеріңізді көрсетіп, Марченко жолдас жіберді. Артынан Шымкент банкін тексеріп қайтқан біздің қызметкерлеріміз сіз жайында жақсы мінездеме алып келді. Сіз жайында бірге қызмет істеген жолдастарыңыз көп жылы сөздер айтыпты. Негізгі сипаттаманы сіздің қызметіңіз берді. Қорғасын заводының шотын жаптырып қою жөніндегі ұсынысыңыз орынды екен. Біздің қызметкер оны жаптырып келді. Содан кейін Марченко жолдастың шағымын пайдаланып сізге телеграмма бердік. Рахмет, Борис Михайлович, дедім мен. Бархан орынбасар мен бухгалтерді шақыртты. Оларға мен таныстырып, орынбасарына маған үй бергізуді жүктеді. Бухгалтері көші-қон қаражатын бер деп міндеттеді. Алматының кеңсесінен орын көшесінен үй түйіп, жырғап жетісіп қалдым. Ол кезде Құрманбек Сағындықов Казсовпрофтта істейтін еді. Ол маған өз үйінен темір төсек жастық әкеп берді. Бархан білімді кісі еді. Қызметкерлеріне әр жайды өз тікелей ұғындырып түсіндіріп отырды. Дубовиктен кейінгі жарыған бастығым осы кісі болды. Жақсы бастық жарты бақыт қой шіркін. Өйткені ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді. Ойсыз бастық өқ білген маманды надан етеді. Ал менің қолымнан келетіні ұқыптылық, ждақаттылық қана. Тапсырылған істі тапжылтпай орындау ғана. Мұным бастықтарыма ұнады. Өйтіп, бірімізге біріміз ұнап, бір жыл қызмет істедім. Оғысып істескен қызметтен тәтті тіршілік жоғау тегі деп түйдім сонда. Кейбіреулер естелік айтса өзін ғана мақтап, мадақтап шыға келеді. Жасса өзімен замандас, тұтас өмір сүрген жақсыны жамандап, даттап әуре болады. Елге еңбегі сіңген, халық үшін қызмет еткен азамат адамдардың жақсылығын асырып, асқақтатып көрсету орнына тырнақ астынан кіріздейді, кемітіп келекелеп көрсетуге тырысады. Өзіне әлде бір мінезі ұнамаған екінші бір жақсының атат алса, әй оны қойшы, ол бір жүрген дел қылы ғой деген сияқтандырып, ысқырта соғып, өсектің боранын бұрқыратып қоя береді. Өзінің айтқанымен қоймай, өзгелерге оны жамандатып, тақылдатып қояды. Әсіресе ондай адамдар өзінің бұрынғы бастығын, ежелгі ескі досын екілене жамандағанда, өзгені есінен тандырып, есебінен шаңылдырып жібереді. Ал Бауыржанда мұндай мінездің жоқтығы оның өзгеше қасиеттерінің бірі болып аңғарылады. Сіздің халық арасында атыңыздың аңыз болып кетуінің бір себебі осы шығар ау бауке.